Сәлеметсіздер ме достар, каналымды қолдап қоңыраушаны басып тіркеліп кеттіңіздер. Ғабит Мүсірепов ашынған ана. Қонайын деп едім, деді есіктен бір жалба-жұлғалай әйел кіріп келді де, жағы солған, бет-аузы айқыстап, тілген әжім маңдайымен екі көзінің құйрығында түйісіп жұлдызданып тұр. Ағарған әжім сызықтарының әрқайсысы бір тіліктің ізі екенін ешкім аңғарған жоқ. Жарылған еріндерін тас жұмып алып, үй иесіне от шашқан қара көзін қадады да жауап күтті. Жырым-жырым жеңінен білегіне дейін көрінген қайыстай қап-қара қол көсеу ме дерсің? Мүйіздей қара саусағының біріндегі күміс сақина өзгеше жарқап көзге ұрады. Қайшақты боласыз, деді иесі, әйелдің батылдығын ұнатпай. Оның үстіне көзділеу адам қонайын деп едім деген жақтырмады. Әйелдің қашыған жаны қалжыраған жайын ғана қалмады. Сендей үй бикештері қайныдан басқа елді білмейтін, айтсам да біле қоймассың. Айтсам кейін айтармын, әуелі қон деген сөзді айтсайшы, деді әйел манағыдан да батылдырақ түрде. Үй иесі кесек сөздерден бастырылып қалды, білем. Қайыры жауап бере алмай. Қонам десең енді деп былжырады да өз әйеліне қарады. Оның қылықтаған көздері мына бәледен сен құтқармаса маған от шашып жүре ме қайтеді деп тұр әйеліне. Қонсын, қоныңыз, деп әйелі меймандостық көрсетті. Қыр арқасымен жағысынан болса дымы қалмаған құп-қу камзолын босаға іле тастады да келген әйел көсеудей қолын отқа қақтап жатып. Тоңып келдім, алыстан келем, сорлы басым, деді. Бастапқы сөзден беті қатайып қалған иесі күбіржеңдеп сөйлескісі келген пішін көрсетті де еш нәрсе сұрай алмады. Көгендегі қозыдай болып отқа төніп отырған балалар қорқып кейін шегініп кетті. Үй әйелі жалма-жан бір тостаған ұнды алып илей бастады да әрі-бері қыбжықтап отырып, сыңайласым, арып шаршаған адам көрінесің, көзіміз үйренсін, жөніңді айт отыр, деді. Айтам, шырағым, айтам. Мына үй қожаның тауы шағылып, жаны жасып қалды, білем. Мен бір мыстан кемпір деп отыр ғой сірә, деп самайына түскен қара борлы шашын құлағынан асырып қайырып тастады да сөзіне кірісті. Үй әйелі нан баттатқан қолымен самай шашын жинай беріп бір сылп етті де қолын көтерген бойы ауыз ашылып қатып қалды. Бала ананың бауыр еті ғой, отқа да суға да сүйреп салады екен. Өзегіңнен үзіліп түскен балаң үшін қалай отқа түспессің? Былтыр әлі солдат алатында жалғыз ұлым 15-теді. Алтыбас деген байдың сиырын бағуға жарағалы 2 жыл болған. Ескі жылдан соң қарағым 2 жылғы табан ақыңа бірдеңе берсе алып кел деп балама тапсырсам, 21-ге келген баласы болып еді. Оңбаған неменің көзі құтырған иттің көзінде екі түрлі болып, бір тырғалданып, бірі қанталап тұрған, шашы үрпиген бір бәле деп өзі шаңғылдаған. Байдың баласы бөрінің өлтірігіндей келетін әдеті ғой. Ақы бермесең кетем деген баламды жөн сырын бірдей қып сойып тастапты. Содан соң балам қашып үйге келген. Бұл белгілі жай ғой. Ақысын ала алмаған жалғыз менің балам ба, Тәңірі, деді әйел аз тоқтап қайта сөйлеп кетті. Сөйтіп отырғанымызда солдат алатыны шықпас па? Аттың қамшысы, жаяудың таяғы қашанда бізге тиеді ғой. Қапия қатынның баласы да іліпті деп дүңк ете түсті. Қой, менің балам жас емес пе, дедім. Жаманат өтірік бола ма, балам ілікті деді кетті. Жұртпен көрген ұлы той, әуелі отыра бердім. Баламның жастығына ішім ауырса да, жұрттың барлық бозбаласы барады дегесін жалғыз елде қалып үйірге салушымайым барсын, дедім. Күн өтті, ай өтті. Бір уақытта елдің іші алатайдай бөлініп, адам басы дал болды да қалды. Жылағанда басы қазандай болған қатындардың біразы үн-түн жоқ, басыла қалды. Бірге жыласып патшаны бірге сілесетін қатындарым қоя қойыпты. Мұндасайын деп маңына барсам, қайтесіңдер, құдайдан күтіңдер дейді де теріс айналып кетеді. Сұраттырсам, біз секілді құрым түндіктен басқаның көбі ақ баласы босатып алған екен. Баласы босанғандар кәдугідей бөлектеніп іргесін аулаққа салып жүре сөйлеседі, көргеннің көзіне қарап. Ағайын, маған да жәрдем берсеңдерші, жасы толмаған жалғызымды көлденең іліп тұр ғой десем, салып болысқа бардым. Көз жасымды көлдей төгіп болыстың әкесіне жалындым. Өмірімде есігіңнен алмаймын, тек қана солдаттан аман алып қал. Бұған асқатпаған жас балам бар, арам өледі ғой, дедім. Малымның санынан алған адамның саны асып барады. Ала алмаймын, деді. Керілген кермек жас қатыны бар еді. Қара үйге бар. Бұл үйге кісі келеді деп айдап шықты. Мен кісіме иттім бе дейін деп кеудем бір қозып тұрды да айта алмадым, шығып кеттім. Алтыбас деп жайыт атанды деймісің, бұған менің өкімім өтпес еді. Одан шығып болыс баласына жалындым. Ел басысыз, қатын байсыз қалмас, барсын. Балаңның жасын қате жаздырған байыңнан көр, деді де пұштайына мына қатын шығар дегенде ым қақты. Ауылына билеріне де барам, хатшыға да жалынам. Жылай-жылай құрғыр көз салуға да айналды. Жәрдем түгіл сөзімді тыңдайтын адам жоқ. Барсын, шошқа етін жеп жақсы боп келеді деп хатшы келке қылды.
өзің әлі байдан қалған қатын емес екенсің, балаңнан ұялып жүрген шығарсың, өрісің кеңиді, барсын деді болыстың қасынан қалмайтын бір қара сақал. Бір күні Алтыбас байдың тезек арбасының қасында жатыр ем, біреу келіп арқамнан құшақтай алды. Ісміс жоқ, қауыз сұрап әкетіп барады. Адам ба, сиыр ма, жұмыс жоқ, өңмеңдеп басып барады. Ұшып тұра келсем, әлгі болыстың қасында жүретін қара сақал екен. Аяғым аузына тиіп кетті, білем. Жетім қыздан жесір қатын жақсы демем, бақыр басыңды алтын табаққа салайын десем, деп телміріп отыр. Кеудеден итеріп қалып ем, ыңқ етіп шалқасынан түсті. Тұра салып білгенін білеулеп келе жатыр. Әй қара сақал, тек тиіп қара қолыңда өлем деп анандай жерде жатқан балтаны көтеріп алдым. Ұялды, білем. Баламды босатар емес, өзімді әбден сынаққа айналдырып барады. Көлденең қамшы қыстырып, шырт түкіріп жүргендердің бәріне жалынам. Балаңды қоя тұрш деп мазақ қылады. Несін жасырайын, мен бір кезде айнакөз атанға сұлу едім. Кейде сұлулық та сорыңа бітеді екен. Енді қайтем, қаным қарайып болды, бірақ қолымнан ештеңе келер емес. Доп байталға мініп балам келіп еді. Апа, қайтесің, ерткен жұрыққа ойыншық болып. Бүйтіп сені сықаққа салғанша солдатына ақ барам. Қайт үйге, деді. Оның мені сықақтағанына күйіп пісіп жүрген өзегімді өртей түсті. Баламды ертіп алып болыстың үйіне тағы бір келдім. Баламның жастығын көздеріне көрсетіп, бір тілегімді де айтайын, алғыс қарасымды аямайын деп келдім. Алдында қымыз, ақ жастықта шынтақтап болыс жатыр. Қымызын аузына апара беріп, қара сақал маған бұқадай төне қарады. Біке, тағы келді сол байқұс. Сауабын ал, баланы кейін көрерміз деп жас бала болыс маған қарады. Мұндай арсыздықты бірінші рет естігендей едім. Балам құлағын басып ата жөнелді. Өзім көзім қарайып, обалымды пышаққа артып, қанымды шашайын деп жүрген адам сар кездікті жұлып алып, жүгіріп келіп шалқасынан жатқан болыстың жұтқыншағынан салып кеп жібердім. Сағалатып тұрып өкпе тұстан тағы бір-екі рет бұлғап алдым да ұмтылдым кеп қара сақалға. Болысқа пышақ салып жатқанымда көз шарасынан шығып, қара сақал қалшиғанда қалған. Пышақтың өзіне ала оқтанғанымда есім түн ортасында жиналды. Аяусыз жан қанша тепкіні көтеріп, енді маған соның мөлшерін айтып жатыр. Екі аяғымды екі қолымды екі қазыққа керіпті де білекпен қызыл асықтан тастай қып таңып тастапты. Шашымды аттың құйрығындай бұрап бесінші қызыққа байлатты. Балам бақыт көрер ме, өзі де бір жерде керіліп жатыр ма? Менің жатқан жайым осылай екен. Тепкіден басқа не істегендерін білмеймін. Жаны құрғырдың әлі шықпағанына көзім жеткен соң өлімсіреген дауыспен: «Қарашығым, қайдасың?» дедім ыңырсып. «Ит жанды, ит тірілді ғой», деп қос қабатта қамшыбас көзіме жауап кетті. Құрысын, құрғыр, өмір бейнеттің жеті атасын көрді ғой бұл жұдырықтай бас. Бәрін айтсам жүректерің ұшар. Мына жасықбайың үйінен үріп кетер. Көзі бақырайып кетті ғой, қысқартайын, деді әйел. Босағалы бүгін 10 күн. Қысты күні патша түсіпті. Одан соң бір патша болыпты. Қазір Бәлшебек деген жұрт билеп тұр. Қаланды да түрмеден шыққан соң естідім. Өздерін тани алмадым. Бізді босатқан солар екен. Енді түрмеге бұрынғы түрмешілердің өздері жататын болады, дейді олар. Алдында әлде қашан қойылған шай мен жылы жұқа нанға елдің қолы әлі бір тиген жоқ. Енді түрмеге түрмешілердің өздерін жататын болды дегенде, сен бұл сөзге түсінемісің дегендей, әйел үй иесінің бетіне бір қарап еді, оның көзі төмен қарай жылт ете түсті. Енді міне жүрегім алып ұшып келді дегенде, көзінің қарашығында ойнаған от сәулесі ортада маздап тұрған оттың өзінен де артық жарқап кетті. Іргеге бұққан балалар қозғала әйелдің қасына келіп тізесіндей асылып, аузына да қарап қалыпты. Манадан бері балам деген сөзді әйел осы балалар жайында айтып отырғандай. Әйел түні бойы өмірінің қараңғы түкпірлерін қазып көп әңгіме айтты. Өмір өзі сондай сіліккен, қазір бұл сондай орасан күшті. Енді өмірді өзі сілкуге жарап қалған ана еді.